24 жылы шілде айының басында бір апталық тарихи зерттеу экспедициясын ұйымдастырдық. Экспедицияның бағыты Қалбатау шайқасын зерттеуге, анықтауға арналды. Міне осы экспедицияға тарихшы ұстаздар, ғалымдар, өлкетанушылар, тарихқа жанашыр аудан әкімшілігінің азаматтары қолдау білдіріп, Шар, Жарма, Көкпөкті және Ақсуат аудандарының аралығында сол бұрынғы 1754 жылғы өткен Қалбатау шайқасын зерттеуге барған едік. Осы Қалбатау шайқасына барған кезде Шар өзенінің жағасында Басқарауыл, Ортақарауыл, Аяққарауыл деген жерлер бар. Онан кейін Жарманың солтүстігінде Барақ шыққан төбе деген төбе бар. Осы Шар ауданының қазіргі жанында орналасқан Басқарауылда Абылай хан батырларымен бірге түсіп, сол жерде кеңес өткізген екен. Сол хан кеңесінен кейін Қалбатау шайқасына кірген. Қалба шайқасы біраз күнге созылып, Қалбаның жеріндегі шайқас 3-9 әскери стратегиялық тәсілін қолданғандығын байқадық. Зерттеу барысында жалпы шеп 70 шақырымға созылған. Сол шептің оң жағында Кіндікті өзенінің бойымен жүрген Қабанбай батырдың қолы және 300-ден құралған әскери топтан шығын болған батырлардың қорымдары бұл Көпсүйек деген жерде Кіндікті өзенінің жағасында кездесті. Сол жерден анықтаған уақытта 300-дің батырларының таңбалары бар екендігі анықталды. Ал орта қолды бастап кірген Бөгенбай батырдың қол екендігі анықталды. Өйткені ол жерде екі көз таңба, Арғынның таңбасы бар, онан кейін Ұлы жүз Суанның таңбасы, тағы да басқа батырлардың сол жерде шейіт болып қаза тапқандығын, 70-тен 100-ден төбеде жерленгендігін байқадық. Міне осы шайқаста Уақ Бармақ батыр қаза тапқан. Менің өзімнің 8-ші атам Тоқабайұлы Жомарт батыр Көкпөкті өзенінен Толағайдан қуып Қалбадан шығарып жатқан кезде қалмақтармен жекпе-жекте қайтыс болып жерленгендігі 7 атадан айтылып жеткен, және кейін 90 жылдардың басында сол жерде Жомарт атамыздың және 7-ші атамыз Кегенбай бидің басына зираты тұрғызылған болатын. Сондықтан әр қазақ 7 атасын жақсы біледі ғой. Сондықтан оны біз анық сол шайқасқа қатысқан батыр бабамыз жөнінде айта кеткеніміз дұрыс. Ал енді сол жағынан Барақ батыр бастаған болу керек. Сол қапталдағы ол Толағай сыртынан айналып Шар, Күркілдек өзендерімен келгендігі байқалады. Ол жерде де басына ақ тас қойылған, яғни бұл мұсылмандықтың ақ сәлдесі деп аталады екен. Құрбанғали Халидтің жазбасы бойынша басы батысқа қарап жатса, басына ақ тас қойылса, бұл мұсылмандықтың белгісі. Жерленген адам сөзсіз мұсылман дейді. Міне осы Абылайдың кезінде келіп жорық жасап Қалба шайқасына қатысқандығы, оған Бұқар Жырау мен Үмбетейдің де Ақтанбердінің де жүргендігі байқалады. Мысалы, кезінде 1849 жылы Влангали экспедициясы осы шығыс жеріне келген екен. Александр Влангали 1849 жылы келген уақытта көшіп қонып қоныстанып жүрген Көкпөкті округіне қарасты Мұрын Назар болысының болысы Тілемісұлы Тана мырзамен жолыққан. Сол Тана мырза бірнеше күн қонақ қылып келген меймандарды күтіп шығарып салған. Сол уақытта әңгімесінде айтып берген екен қасындағы старшындармен. Бұрын осы жерде Қарақалмақ пен Толағай тауының етегіне келіп, Қалбада үлкен шайқас болған, Абылайдың шығын болған әскерлерінің бейіттері мен қорымдары бар деп айтылған мәлімет сол Влангалидің 1849 жылғы экспедициясында хатталған, және ол 142 бет боп 1851 жылы жарияланған. Сол тарихи деректерде ерте уақыттағы хатталған болып тұр. Одан кейін одан ерте уақытта Қалбатауына келген кезде шайқаста қалмақтарды қуып шыққандығы және осы ары қарай шайқас Шорғаға өтетін кезде екі қолбасшының пікірі екіге жарылып, Қабанбай батыр мен Бөгенбай батырдың айтысып қалғандығы, оған Абылайдың
қарап тұрып Бұхарға ишара жасап не айтасыз дегенде Бұхар тұрып Бөгенбай батыр қоя тұрсын, бұл жолы Қабанбай батырдың жоспар жорық бағыты дұрыс. Алдымен Бөгенбай айтқандай Үржар Емілге асып Тарбағатайдың күнгейіндегі қойыттарды емес, мынау Қабанбай айтқандай Тарбағатайдың солтүстігіндегі торғауыттарды шабу керек, бір қанатын қалмақтардан қырқып алу керек. Сонан кейін барып өзара басын қоспай, кейін Үржар Еміл шайқасында қалғанын талқандаймыз деген жоспар жүзеге асқан екен. Міне осы Қалба шайқасынан шығарып жерді азат қылғаннан кейін ары қарай Шорға шайқасының 80 күндік шайқасы басталған. Ол қазіргі Ақмектеп деген ауыл бар Тарбағатай ауданында. Сол Ақмектептің жері Боғаз бекетінен басталып, ары қарай жаңағы Маңырақ тауында орта тұсы болады. Сол Маңырақта Майлының асуы дейді, Майлының қайтыс болған жері батырдың. Ары қарай Шілікті өзенін бойлап қашқан қалмақтарды ары қарай қуған кезде Көртөбе деп аталып қалған қалың батырлардың қаза тапқан жер Көртөбе, Кергентас, Шағаноба деген жерлермен аяқталған. Қазақтың жаңағы батырларының жорықтары Қалбадан кейін жалғасқан Шорғада. Міне осылай батыр бабаларымыздың 300-ден құралып келіп, рухты, мықты тұлғалардың қажырлы қайратының арқасында қазақтың жері азат болған. Осы шайқасқа келген батырлар туралы Бұхар жырау мен Сұртай ақыннан жеткен ауызша тарих айту бойынша жеткен мәліметтерді кейін Кәрібай Таңатарұлы жырлаған. Кәрібай Таңатарұлы өте мықты зерек ақын болған. Сол кісінің айтуында үйсіннен жүр Райымбек дейді, Жаныс Өтеген дейді, Қоңырат Төлебай батыр деп біраз жаңағы 300-ден келген батырлардың сипатын келтіреді. Хан қылыштан судай ақты деп. Міне осы Қалба менің тауым, Қалмақ менің жауым деп қазақтың айтқан жаңағы шайқасы осы 1754 жыл өткен екен. Өйткені бұған нақты деректі қарастырып көрдік. Орыстардың осы қазақ-қалмақ шайқасы жөніндегі сырттай бақылап отырған және хаттап архивке түсірген құжатында Толағай тауы, Базар, Қарғыба өзендерінен қалмақтарды қазақтардың ығыстырып қуып шайқас жасаған уақыты 1754 жылдың жазында деп хатталған екен. Сондықтан толық сеніммен 1754 жылғы Қалбатау шайқасы деп айтуға толық негіз бар. Осы батыр бабаларымыздың арқасында қазақтың елі жері сақталып қалды. Қазіргі мысалы дүние жүзінің картасында 200-дей мемлекет болса, соның ішінде 9-шы орын алатын Қазақстанның осындай керемет кең байтақ даласы, Алтайдан Атырауға дейін ұшқан құстың қанатталатындай кең алқап бізге қайдан келді? Бізге қазақтың жерін ешкім сыйға тартқан жоқ. Ол қазақтың батырларының 300-ден құралған рухты, мықты батырлардың қажырлы күресінің, жан алып жан беріскен заманда жерді қорғағандығының, еңбегінің арқасы. Сондықтан ел де аманат, жер де аманат деп болашақ ұрпақ, халық дұрыс түсіну керек. Және осы әрдайым батыр бабаларымызды ұлықтап, соларға құран бағыштап, ас беріп, олардың ерлігі туралы насихаттап, олардың отан қорғау жолындағы жан қиярлық керемет ерен ерліктерін біз әрдайым халыққа, жас ұрпаққа айтып отыруымыз дұрыс болады.